шабып алғанда, малдан бөлек сол шабылғанның ішінде бір талай ұлы мен қызы да кетті. Соны қазақ халыққа елші жіберіп сұраса, қоңтажы ешбіресе бермепті. О, хан ием, мына қалмақтар елімізді үш рет шауып кетті. Қызымызды күң, ұлымызды қол қылып жатыр. Осыған бір шара қолданмасақ болмайды. Дұрыс айтасың. Дұрыс. Біз әлі тілі өткір елші жіберіп сынасқанымыз жоқ. Іріктеп елші жіберіп, оған есе бермесе, содан соң шайқасайық. Дұрыс жасау керек. Хан ием, осы тапсырманы кімге бұйырасыз? Ол істі Келдібек ақсақалға жүктегім келіп отыр. Дұрыс. Өте тамаша. Келдібек ақсақал өзіңізді дана талмас, сізге жүктедім. Ол сеніміңізді ақтаймын. Дұрыс айтасыз. Келдібек ақсақал, сіздің шешендігіңізге ешкімді жете алмас. Өзіңізге тапсырдық. Келдібек өзі бара алмай, өзіндей кісі таба алмай, ақыры Қазыбек деген үлкен баласын ұзақ жолға жіберіп сынамақшы болып, оның үйіне келсе, Қазыбек үйде жоқ екен. Оны жел басынан табады. Балам жөн айтуды, жол айтуды білемей деп сынайды. Ей балам, атың кім? Жөніңді айт. Атым Қазыбек, әкем Келдібек Шаншардың немересімін. Балам, осылай асық ойнап тайыр өткенің жақсы ма? Әлде басқа тілдерді үйреніп, жер көрген жақсы ма? Ел жақсыларының арқасынан еріп, ел көріп, жер көргенім теріс болмас. Сол үшін үйге жүрсеңші балам. Абылай бастаған көпірдің басында шығып тұр екен. Қазыбек Абылайға сәлемін беріп: Ассалаумағалейкум хан ием. Уағалейкум ассалам. Сен кімнің баласысың? Атым Қазыбек, Келдібектің баласымын. Қайда барасың өзің? Мен балалардың басшысы едім, енді ағаларының атшысы болып келіп отырмын. Мен тай бәйгесін, құнан бәйгесін көріп едім. Енді ат бәйгесіне қасқа болып отырмын. Жарайсың. Өзіңнің тайың да жақсы екен, өзің де жақсы бала екенсің. Жарайсың. Жүріңдер балалар, мен сендерді біраз жолға шығарып салайын. Ол дабылды қағып жіберіп, дау өткізіп, сау өткізіп жүріп кетті. Абылай балаға тағы да назар ауады. Ей бала, бері келші. Айта қойыңыз. Сенің өзің атшы болғың келе ме, әлде мына ағалардың қасында басшы болғың келе ме? Ағаларым ел алдындағы басшы болса, мен басшы болып не қыламын? Атшы болсам да жарар. Жарайсың. Ал балалар, барыңдар, жолдарың болсын. Басшыларың Тәңіртір би болсын. Хандарың Қарқалы хан Бертіс болсын. Батырларың Малайсары болсын. Атшыларың мына Қазыбек бала болсын. Кішілерің үлкендеріңді тыңдаңдар. Мына Қазыбек секілді кішіні де ұмытпаңдар. Жол адамның есі демекші. Қалмақтың ханына барған кезде өздерің дауылдырамай, жақсы сөз айтуларға тілектеспін. Сау болыңдар, қорыққанда жолдарың болсын. Аяқта қазақтар кеп қапты. Ассалаумағалейкум қалмақ еді. Алейкум ассалам. Өзің келдің?
Қазақ елінің елшісі. Қазақ елінің елшісі келді. Бізге күтім қайда? Сойысып сырым болғанша бөлек-бөлек қонақ қылыңдар. Менің 100 атым бар, 100 кісі атшым жоқ. Сонда мен аттардың бәрін қайда жаямын? Басқасының албарына барлық ат сыймай, хан өз албарына байлатқан екен. Қазбек аттарды оннан топтап, байлатып, ат үстінде тұрып реттеткен екен. Сонда ханның әйелі Жас балалардың да келген ма? сол күні кешке хан ордасына уәзірлерін, билерін жинап, ханымын қасына алып кеңеседі. Ай, мына қазақтардың біздің жерімізді шетімізде қамап келе жатыр. Ай, осы тіпті тайға жас болғанда мінгізіп жіберіпті. Ол Аллайдың бізді келеке қылғаны ғой. Менің ойымша, келекелегенде бізді келеке қылып, адамдарын қырып, аттарын біздің жылқыға қоса салсақ қайтеді? Солай дұрыс болады негізі. Осылайша бір жағдайды көтермейміз бе, а? Болады Қай солай. қарайсыңдар? Сонда ханым тұрып, Хан, оның дұрыс болмас. Қазақ деген қабырғасы қалың ел ғой. Елшіге елім жоқ деген жат елдің елшісі келгенде өзіңнің хандығыңды көрсетіп, сөзін тыңдау керек.